Саламатсыздар ма, құрметті достар, сіздермен бүгін мен Республикалық қаз білім орталығының математика пәні мұғалімі Жолдасбай Оразхан Жаңайұлы. Сіздермен бүгін талқылайтын тақырыбымыз көп айнымалы және стандартты емес теңдеу құру және оларды шешу. Бұл жердегі тақырыбымызды бастамас бұрын эпиграф ретінде мынандай нақыл сөзді алайық. Білген адам білімді өмір бойы іздейді. Яғни Ахмет Егөнекейдің сөзі. Білген адам білімді өмір бойы іздейді дегеніміз, яғни егер адам білімге ұмтылса, оның не деген сөз? Білмейтіні алдынан өте көп кездесе береді. Яғни білгенім 1-9, білмейтінім 99 деген осы жерден шықса керек. Яғни біздің білгенімізге қарағанда білуі керек нәрселеріміз өте көптігін байқатады. Және осы сабақтан соң осы сабақтық, яғни бүгінгі өтетін тақырыбымыз бізге жаңа білім, яғни жаңа ұғым қалыптастырады деген ойдамын. Олай болатын болса, бүгінгі біз сабақта көп айнымалы теңдеу ұғымын және көп айнымалы теңдеу жүйесін және көп айнымалы теңдеулерді және оның жүйелерін шешуді үйренеміз, және осы сабақты өмірде, практикада қолдануды үйренеді екенбіз. Олай болатын болса, көп айнымалы теңдеу дегеніміз не деген? Осы қарапайым сұрақ міндетті түрде келеді біздің ойымызға. Көп айнымалы теңдеу дегеніміз құрамында бірнеше белгісізі бар теңдеуді айтады екенбіз. Мысал үшін, А қосылған 2Б қосу 3С тең 15 түріндегі теңдеу. Мұндағы белгісіз айнымалы деген А, Б, С, яғни 3 айнымалыдан құралған теңдеу болып табылады мына теңдеуіміз. Енді бұл теңдеулердің жүйесіне келейік. Алдыңғы сабақтарда қарастырғандай, мынау 2 айнымалысы, яғни 2 белгісізі бар теңдеулердің жүйесі. Енді міне жерге бір қарап жіберетін болсақ, 3 айнымалы немесе 3 белгісізі бар теңдеулер жүйесін құрып тұр екен, яғни x, y, z дегеніміз үшеуі 3 түрлі айнымалы. Енді келесі, жалпы мына тақырыпқа байланысты есептерді шығаратын кезде негізінен ескеруіміз керек 3 нәрсе. Біріншісі оның әрине мәтінмен мұқият танысу, екіншісі мәтінге сәйкес теңдеуді дұрыс құра білу, және үшінші ол теңдеуді дұрыс шешу және жауапты дұрыс табу. Яғни осы 3 құрылымды немесе 3 шартты толық орындаған жағдайда біздің есебіміз дұрыс шыққан болып саналады. Олай болатын болса, бүгінгі осы теориялық білімімізді мына есепті шығару барысында қолданайық, яғни практикада қолдануға көшейік. Есептің түрі Марат пен Санаттың салмағын қосқанда 150 кг шықты дейді. Және Санат пен Қанаттың салмағын қосқанда 165 кг шықты. Марат пен Қанаттың салмағын қосқанда 155 кг шықты. Және бізден сұрап тұр, Санаттың салмағы қанша? Яғни бізде бұл жерде неше адам қатысып жатыр? Біріншісі әлбетте Марат, екіншісі Санат, үшіншісі Қанат қатысып тұр екен. Осы шартқа байланысты теңдеулер жүйесін немесе теңдеулерді құрамыз. Мәтінмен толық таныстық. Соған сәйкес енді не істейміз? Екінші шарт теңдеуді дұрыс құру. Айтып жатыр бізге Марат пен Санаттың салмағын қосқанда, яғни Маратқа қосасын Санатты дейді. Сол кезде неше шығады екен? 150 кг шығады. Екінші, Санат пен кімді өлшепті? Қанатты өлшеген, яғни Санатқа қосамыз Қанатты. Тең неше шығады екен? 165 шығады. Келесісінде Марат пен Қанатты өлшеген екен. Маратқа қосамыз кімді? Әлбетте Қанатты. Тең неше деп тұр? 155 кг шыққан екен. 155 кг. Енді теңдеулер жүйесіне келді, өзіміз білетін. Енді бұны қалай шығарамыз? Бізден кімді сұрап тұр? Санатты сұрап тұр екен. Біз оны Санатты сұрап тұрса, демек келесі қадамда біз үшеуі барлығы, яғни үшеуі бірге қанша килограмм болатынын тауып аламыз. Ол үшін не істейміз? Теңдеулерді қосу ережесін пайдаланып жіберсек, есебіміз әдемі ықшам түрде шығады екен. Қосу дегенде сәйкесінше мәндер мен мәндерді қосамыз, белгісіздер мен белгісіздерді қосамыз. Мына жақты қосқан кезде қазір теңдіктің сол жағын неше м көріп тұрмыз? 2м. Демек, мдер қосылып не болады бізде? 2м болады. Соған сәйкес 2м қосылған келесісінде кім болады? Әрине 2с болады, көріп тұрғандарыңызда. 2с. Келесіде не болады?
Әлбетте өте дұрыс. 2q болады. Яғни қанат 2 еселеніп тұр. Соған сәйкес бұл нешеге тең екен? Оны табу үшін не істеймін? Мыналарды қоса салсақ мәндерді. Сол кездегі үшеуінің 2 еселенген жасы шығайын деп, 2 еселенген салмағы шығайын деп тұр. Сәйкесінше қосатын болсақ неше шығады мына жерден? 0, 10 шығады, 1 ойда, 5-ке 6-ны қоссам 11, ойдағымен 2. Енді одан кейін 1-ге 1-ді қоссам 2, ойдағымен 3. 320. Енді кім қалып қойды? 150 қалып қойды. Оны қосатын болсақ, неше шығады? 470. 470 шығады екен, жарайды. Демек, енді мына жаққа жазамыз. 470. Олай болатын болса, бізде бұлардың салмақтары әрқайсысы неше еселеніп тұр? 2 еселеніп тұр, Онда бізге оларды не істеу керек болады? 2-ге бөлу керек болады. Сонда оған сәйкес М қосылған С, яғни әрқайсы мүшені 2-ге бөліп отырамыз. М қосу С, қосу Q. Бұл нешеге тең? 470-ті 2-ге бөлсек әрине 200 қанша болады? 35. Өте жақсы. Енді бізден кімді сұрап тұр? Санаттың салмағын сұрап тұр. Енді мына теңдеулерге келемізде біз санат қатыспаған теңдеуді қараймыз. Яғни санат қай жерде жоқ? Мына жерде жоқ екен. Марат пен қанаттың салмағының қосындысы 155 дейді. Демек, үшіншісі санат келіп қосылған кезде мына жерге 235 болып кеткен екен. Олай болатын болса не істейміз біз? 235-тен 155-ті азайтатын болсақ, неше шығады? Санаттың салмағы шығады екен. Шынымен көрейік, 235-тен не деймін мен? Азайтамын нешені? 155-ті. 155. Тең неше болады? 0, 5-тен 5 азайтсам, 3-тен 5 азайтсам, әрине 13-тен 5 азайтқан боладымыз, 8 болады, 80. Ал мұнауымыз 1 болып қалады, 0. 80 килограмм деген бар ма екен? Әрине біздің қай жауап ол? Жауабында тұр екен. Демек, оқушылар біз нені ескеруіміз керек? Есептің шартымен мұқият таныс болуымыз керек. Екінші, соған сәйкес теңдеуді дұрыс құруымыз керек. Үшінші, соған сәйкес жауапты анықтауымыз керек екен. Олай болатын болса, келесі есепке көшейік. Келесі есептің берілгені. Қорапта қызыл, ақ, сары түсті шарлар бар. Демек, неше түс бар? 3 түс бар, Ондағы қызыл түстен басқа шарлардың саны 27. Ақ түстен басқа шарлардың саны 22. Сары түстен басқа шарлардың саны 19 дейді. Онда қорапта неше ақ түсті шар бар. Енді бұны қалай шығарамыз? Бізге айтып тұрғандай, осыған сәйкес, осы мәтінге сәйкес теңдеулерді құрады екенбіз. Айтып жатыр бізге 3 түс болғандықтан, демек 3 белгісіз болу керек. Қызыл, ақ, сары. Енді ондағы қызыл түстен басқа шарлардың саны деген не деген сөз? Қызыл түс қатыспайды, демек ақ пен сары ғана қатысады. Демек біз аққа қосамыз кімді? Сарыны. Сол кезде неше шығады дейді? 27. Ақ түстен басқа шарлардың саны 22. Демек ақ қатыспайды. Онда не болады екен? Қызыл мен сары қатысады. Демек қызылға кімді қосамын мен? Сарыны қосам. Сол кезде неше шығады екен? 22 шықты дейді. Онда екінші келесісінде кім? Сары түс қатыспапты. Демек ақ пен қызыл қатысқан екен. Ақ қосылған қызыл. Бұл нешеге тең дейді? 19-ға тең дейді. Бізден нені сұрап тұр? Қорапта неше ақ түсті? Дәл жаңағы есеп секілді не істейміз? Сәйкесінше қосып шығамыз. Сонда бізде неше белгісіз бар? 3 белгісіз. Онда біз 3-тен 1-ді азайтамыз, 2 болады. Мына жақтың қосындыларын тапқан кезде не болады? 2 ақ қосылған, 2 сары қосылған, 2 қызыл тең болады. Мыналарды сәйкесінше қоссақ 41, 41-ге 27-ні қосатын болсақ 68, 68. Сәйкесінше осылардан біз енді дұрыс жауапты іздейміз. 2-ге бөліп жіберсем, А қосылған, С қосылған кім? Әрине Q. Тең 34. Бұнаның, яғни 3 түсті қосқан кезде 34 шығу керек. Мен не істеймін енді? Ақ түс қатыспаған жерді іздеймін. Ақ түс қай жерде қатыспай тұр? Мына екінші теңдеуде, Ал мына екеуінің қосындысы, яғни қызыл мен сарыны қоссақ 22 шықса, онда ақ неше болады? 34-тен не істеймін? Азайтамын 22-ні. Тең болады 12 шар. Демек, ақ шар неше екен? 12. Соған сәйкес, кейде мына жерде 4 түрлі сұрақ шығады. Біріншісі ақ түсті, екіншісі сары түсті, үшіншісі қызыл түсті, төртіншісі әрине
барлығы қанша шар бар деген 4 сұрақ шығуы мүмкін екен. Ал енді оны әрі қарай есептің сұрағына байланысты өзіміз ажырата береміз. Жауап бізде 12-с нұсқасында тұр екен. Келесі. Әлкей 4 елдің маркасын сатып алды. Француз, неміс, болгар және Польша дейді. Сонымен әрі қарай француз маркасын қоспағанда басқа маркалардың қосындысы жалпы құны дейді 40. Демек мен бірден теңдеулерді құрып кете берсем болады. Француз қатыспаса кім қатысады онда? Неміс, болгар, Польша. Яғни неміс қосылған болгар және қосылған Польша. Тең неше болып тұр дейді? Жалпы құны 40 теңге болып тұр дейді. Әрі қарай неміс маркаларынсыз, демек неміс қатыспайды. Онда кімнен басталады? Француз қосылады, болгар қосылады және Польша. Ол нешеге тең екен? Әрине көрсетіп қойған екен, 45-ке тең. 45-ке. Енді келесісінде кім қатыспайды? Болгар маркаларынсыз, болгарсыз. Демек неміс қатысады, француз қатысады. Оған кім? Польша қатысады екен. Тең 44 екен. Әрі қарай Польша маркаларынсыз 27. Демек Польша келесіде жоқ. Онда неміс қатысады, француздар қатысады және болгарлар қатысады. Ол кезде неше шығыпты дейді? 27. Демек бізде белгісіздер нешеу? Төртеу. Төртеу. Соған сәйкес 4 теңдеу шықты. 4 теңдеу. Енді не істейміз бұл жерде? Сәйкесінше қосамыз теңдіктің екі жағын. Сол жағын қосатын болсақ, біз жаңа айттық, қанша белгісіз болса, содан бірді азайта салып, әрбір белгісіздердің алдына қойып шығамыз. Яғни коэффициенттері белгісіздерден бір келген болады. Міне н-ны қосатын болсақ, 3н шығады. 3н, яғни 4 белгісізден біреуі кем. 3н қосылған, 3б, яғни болгар қосылған, 3 кім? Француз қосылған, 3 Польша тең болады. Мына жақты қосатын болсақ, қазір 71 болады, 71, 85, 85-ке 71-ді қосатын болсақ, неше шығады? Әрине 6, 15. Сонда 156 шығады екен. 156. Енді бізден кім сұрап тұр? Польша маркасының құнын сұрап тұр екен. Онда не істеймін мен? Барлығы бірге неше теңге тұратынын тауып алуым керек әрине. Ол үшін не істеймін? Мұнан сәйкесінше 3-ке бөлем. Неге? Себебі мыналар 3 еселеніп кетіп тұр. 3-ке бөлсем, Н қосылған Б қосылған кім? Француз қосылған Польша тең неше болады? 52 болады әрине. Бізден кімді сұрап тұр? Польшаны. Демек кімді іздеймін? Польша қатыспаған теңдеуді іздеймін. Польша қай жерде жоқ? Міне жерде жоқ екен. Демек мына үшеуінің қосындысы 27 болса, Польша не деген сөз ол? 52-ден азайтып таста дейді. Кімді? 27-ні. Сол кезде неше шығады? 12-ден 7-ні азайтатын болсақ. 5, соң 5-пен бітетін, менде 25. Сонда А жауабы дұрыс болады екен. Сонымен мына есептің жауабы Польша неше? 25 теңге тұрады екен. Яғни Польшаның маркалары 25 теңге тұрады. Жақсы, түсінікті деп ойлаймын. Олай болатын болса, келесі есепке көшеміз. Ерлан 5 литр шұбат, 2 литр айран және 3 литр қымыз үшін 5500 теңге төледі. Ал Шынар сондай бағамен 10 литр шұбат, 4 литр айран, 4 литр қымыз үшін 10 000 теңге төледі. Сұрақ. 1 литр қымыз қанша теңге тұрады? Жақсы, бұған енді мен сәйкесінше теңдеулер жүйесін құрамын. 5 литр шұбат, яғни 5 литр шұбат деген сөз 5 көбейту ш деп алуыма болады. Шұбаттың 1 литрін 5 еселеп тұрмын. Сонда оған сәйкес қосамын дейді, яғни 2 айран. 2 айран. Қосамын дейді, 3 кімді? Қымызды. Сол кезде Ерлан неше теңге төлеген? 5500 өте дұрыс. Сонда 5500-ді жазып қоямын. Енді Шынар деген қызымыз не істепті? Тура осындай бағамен 10 шұбатқа және 10 литр шұбат. 4 литр айран. 4 литр айран қосылған 4 литр қымыз дейді. 4 литр қымыз үшін неше теңге төлеген екен? 10 000 теңге төлеген екен. 10 000 теңге. Енді бұл теңдеулерді шешкен кезде қалай шешем? Қарасақ,
белгісіздер 3, теңдеулер 2, иә. Бірі қарағанда қиын сияқты көрінеді, ал мен оны оңайлату үшін не істеймін? Бірінші теңдеуді 2-ге көбейтіп жіберейінші. Не үшін? Себебі коэффициенттерді не істеймін? Мен теңестіріп аламын, иә. Соған сәйкес бірінші теңдеуді 2-ге көбейтсем 10 шығады, қосылған 4а шығады, қосылған 6 қымыз шығады, иә, көрдік пе? Тең неше шығады? 10.000 шығатынан 2 еселесек, 500-де 2 еселесек, 1000, сонда 11.000 шығады екен, иә. 11.000 шығады. Енді соған сәйкес келесінің теңдеудің өзін жазамын. 10 қосылған 4а қосылған 4 қымыз, яғни тең нешеге екен? 10.000-ға тең екен. Енді осы жерден азайту ережесін қолданып жіберейік. Мына жерден азайтуды қолдансақ, мынау мен мынау жойылады, 4а мен 4а жойылады да, 6қ азайту 4қ. Сонда жауабы не болып қалады? 2қ тең нешеге екен? 11.000-нен 10.000-ды азайтатын болсақ, 1000 теңге шығады екен. Сонда қымыз нешеге тең болып тұр? 500-ге. Сонда 1 литр қымыз 500 теңге тұрады екен. Ондай жауап бізде С нұсқасында тұр екен. Жақсы. Олай болатын болса, ендігі есебіміз 4 мысық, яғни мысықтарды таразыда өлшеуік. 4 мысықты барлық мүмкін әдістермен 2-2-ден өлшегел, яғни 2-2-ден қойып отырған, таразыға. Массалар сәйкесінше 7, 8, 9, 10, 11, 12 болған 4 мысықтың массаларының қосындысы нешеге тең? Жақсы, бір қарағанда мына есеп бізге қиындық тудыруы мүмкін, немесе қиын есептердің бірі сияқты көрінеді. Сәйкесінше қарайық, бізде неше мысық бар? 4 мысық бар. Яғни мен оларды А деп алайын, ең жеңілін А деп алайын. Одан үлкенін В деп алайын, одан үлкенін С деп, одан үлкенін Д деген 4 мысықты алайын. Жақсы, бізде мынандайда неше мән беріліп тұр? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұл қайдан келді? Бұл 6 мән дегеніміз. Сәйкесінше 4 мысықты 2-2-ден өлшегенде, яғни А мен Б-ны өлшейді, А мен С-ны, А мен Д-ны өлшейді. Үшеу шықты, одан кейін Б мен С, Б мен Д деген сияқты. Соларды сәйкесінше С мен Д-ны өлшегендікте осындай шығып тұр екен. Енді бұны шығарған кезде бізде әдетте мынандай жағдайды қарастыруымыз керек. Ең минимум жағдай және ең максимум жағдай етіп қарастыруымыз керек. Ол не деген сөз? Ең минимум, жаңа мен айттым, ең кішісі А, одан үлкені Б, одан үлкені С, одан үлкені Д дедім. Демек, бізде мынандай логикалық ойлауымыз керек. Ең кіші екеуін өлшегенде, яғни А мен Б-ны өлшегенде, мына сандардың ішіндегі ең кішісі шығу керек. Ол кім деген сөз? Әрине, А-ға Б-ны қоссақ, неше шығып тұр? Ең кішісі 7. Мыналардың ішінде ең кішісі 7 шығып тұр. Сәйкесінше ең үлкен екеуін өлшейтін болсақ, онда мыналарға қарағанда ең үлкенін аламыз, салыстырған кезде. Онда С-ға қосамыз Д-ны, тең неше шығады? 12 деп айта аламын мен, себебі ең үлкен қосындының мәнін беріп тұр былайша айтқанда. Енді А, Б, С, Д осы төртеуін қосындысын сұрап тұр менен. Демек, оны табу үшін не істеймін? Әрине, мынаны қоса саламын, Сол кезде неше шығады? 19 деген жауап. 19 деген жауап бізде Д нұсқасында тұр екен. Демек, келесіде осындай есептерді ең азына ең көбін қоса салсақ, онда сол 4 мысықтың салмағы шығып тұр екен. Жақсы. Енді мынандай есеп келген екен. Бану, Гүлжан, Мақпал, Нұрсаяның 3-3-тен бірігіп өлшеген салмақтары берілген, яғни төменде берілген екен. Мәліметтерді пайдалана отырып, дұрыс емес тұжырым. Бұл жерде қарасақ, дұрыс емес тұжырым дейді. Бірде бізден А нұсқасы мысал дұрыс болып қалса, бірден дұрыс жауапты таптым деп, оқушылар асықпау керек. Сәйкесінше, Гүлжан, Мақпал, Нұрсая 120 килограмм. Бану, Мақпал, Нұрсая 110, сәйкесінше 115, 105. Жақсы. Бізден А нұсқасы не дейді? Мақпалдың салмағы Банудың салмағынан 5 килограмм артық дейді. Мақпал мен Бануды салыстырамыз. Демек, біз Мақпалдың салмағын анықтау үшін не істейміз? Мақпалдың салмағын анықтау үшін мына жерде Мақпал қатыспаған теңдеуді қарауымыз керек екен. Немесе бізден бірден біліп алуымызға болады, барлығының салмағы нешеге тең екен. Оны табу үшін не істеймін? Белгісіз нешеу болу керек бізде?
1, 2, 3, 4. Демек 4 белгісіз болу керек, иә. Соған сәйкес коэффициенттер белгісіздің алдында неше болады? 3 болады, иә. 4-тен 1-ді азайта саламыз. Демек, мынаны барлығын қосқан кезде менде 3-ке еселі сан шығу керек, және 3-ке бөліп жіберсем, барлық 4 қыздың қосындысы, яғни салмақтарының қосындысы шығады, иә. Онда қосайық, мына жерден қоссақ 230, 220, 450 шығады екен, е? 450 шығады, мынаны қоссақ қазір. 450-ді енді нешеге бөлемін? 3-ке бөлемін. Сонда 450-ді бөлсем 3-ке тең 150 шығады, 150 шығады. Демек, 4-еуінің қосындысы 150 шығу керек салмақтар. Мына жерде кім қатыспай тұр? Гүлжан, Мақпал, Нұрсая. Демек, Бану қатыспай тұр. Мына жерден анықтауымызға болады, Бану неше килограмм екен? 150-ден 120-ны азайта саламыз. Сонда 30 килограмм. Сәйкесінше, мына жерде кім қатыспай тұр? Бану, Мақпал, Нұрсая қатысқан. Демек, Гүлжан қатыспаған. Гүлжанның салмағы 150-ден 110-ды азайтамыз. 40 болады, е? 40 килограмм. Сәйкесінше, Бану, Гүлжан, Нұрсая қатысып тұр. Демек, кім қатыспаған? Мақпал қатыспаған. Мақпалдың салмағы мына жерден 150-ден 15-ті азайтсақ неше шығады? 35, е? Сәйкесінше, Мақпал 35 килограмм екен. Енді келесісінде Бану, Гүлжан, Мақпал бар. Кім жоқ? Әрине, Нұрсая жоқ. Нұрсая неше килограмм? 45, яғни 150-ден 105-ті азайтады екен біз. Сәйкесінше, қыздардың салмақтарын анықтап алдық. Енді дұрыс емес жауапты іздейміз мына жерден, е? Мақпалдың салмағы Банудың салмағынан 5 килограмм артық. Демек, Мақпал Банудан артық. Бұл жауап дұрыс. Алуа, Мақпал, Нұрсая үшеуінің салмағы 120 килограмм. Бізде Алуа деген жоқ, я? Вариантта да жоқ. Так, Нұрсаяның салмағы Алуадан 5 килограмм артық. Жоқ, я? Алуа деген вариантта да жоқ, я? Нұрсаяның салмағы 45 килограмм. Дұрыс. Бану мен Нұрсаяның салмағы. Бану мен Нұрсаяның салмағы. Бану мен Нұрсаяның салмағы деп жатыр. Сонда сәйкесінше қосқан кезде 70 килограмм дейді. Ал бізде неше шығады қазір? 30-ға 45-ті қосатын болсақ, 75 шығады. Сонда мына жауап дұрыс емес. Бізге шартқа сәйкес дейді. Берілген шартқа сәйкес дейді. Берілген шартқа сәйкес десе енді сонда дұрыс емес жауап Е нұсқасы болады екен. Жақсы, олай болатын болса оқушылар, сіздермен бүгінгі талқыланған тақырып көп айнымалы теңдеу және оның жүйелері болды. Сонымен бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздермен бүгін болған мен Республикалық Қазбілім орталығының математика пәні мұғалімі Жолдасбай Оразхан Жаңайұлы. Қош, сау болыңыздар.